Баршаңызға сәлем, сіздерге оп-оңай маффиннидің рецептісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге керекті рецепт видеоның астында жазулы тұр. Алдымен жылы майымызды құйып, жұмыртқамызды салып араластырамыз. Одан кейін қантымызды салып, тағы да қантымыз ерігенше араластырып отырамыз. Бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, кішкене тұзымызды салып араластырамыз. Ситодан өткізілген ұнымызды салып, қопсытқышымызды бірге салып, бір келкі болғанша ұнымыз араластырып отырамыз. Мен шоколадымды блендерде өткізіп алдым, ұсақтап, соны үстіне қосып, араластырып, формаға саламыз. 180 градуста 30 минут пешке пісіріп аламыз. Өте дәмді, иісі бұрқырап, күшті болып шықты. Жасап көріңіздер сіздерде. Ас болсын, сау болыңыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпайық.